Қазақтан шыққан тұңғыш теміржол қатынастарының инженері Жетісу облысында дүниеге келгенін білетін бе едіңіз? Алакөл ауданы Жыланды ауылында дүниеге келген ол қазақтың көрнекі саяси және қоғам қайраткері. Алаш қозғалысының негізін салушылардың бірі. Алашорда үкіметінің мүшесі және төрағасының орынбасары. Тарихшы, ғалым болған. Бұл Мұхамеджан Тынышпаев. Түрксіб туралы сөз қозғағанда Тынышпаевқа жеке тоқталмай кете алмаймыз. Бұл тұғырлы тұлға тікелей Түрксіб құрылысына ықпал еткен. Луговойдан басталған жол құрылысының әуел баста жоспарлағандай Қордай асуы арқылы емес, шоқпар арқылы жүргізілуі керектігін қаузаған. Тынышпаев Қордай асуының өте қолайсыз және тиімсіз екенін, ол жерге жол салуда кездесетін қиындықтардың көп болатынын, ойлы қырлы өңірде тасты жарып туннель салып құрылыс жүргізу қиындықпен қатар көп қаржы қажет ететінін, жол салынған күнде ол жолмен пойыз жүру үшін бірі басында, бірі соңында бірнеше локомотив тартымы қажет болатынын дәлелдеген. Ал бүгінгі бірінші Алматы вокзалы орналасқан станцияға кезінде алғашқы пойыз келгені белгілі. Станцияның дәл сол жерден салынуына да себепкер болған Тынышпаев екенін көпшілік біле бермейді.